Сәлем достар, бұл видеода абрикос, апельсин және лимоннан қайнатылмай жасалынатын құрамы витаминге толы вареньенің рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 2 кг абрикосқа 3 апельсин және 1 лимон және 2 кг қант қажет болады. Мына жерде мен 2 порция жасап жатырмын, сондықтан бұл жерде 4 кг абрикос, 6 апельсин және 2 лимон, сонымен қатар 4 кг қант қосып жатырмын. Ол үшін барлық жемістерді жақсылап жуып, өріктерді дәл осылай дәнінен тазалап аламыз. Міне біз барлық өріктерді дәнінен дұрыстап тазалап алдық. Ендігі кезекте лимон мен апельсиндерді жақсылап турау керек. Бұл жемістерді блендерден не болмаса мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Менің жағдайымда мен мясорубкадан өткізгелі жатырмын, сондықтан да барлық жемістерді осылайша турап аламын. Сонымен қатар лимон мен апельсинді тураған кезде де оның арасындағы қатты дәндерін алып тастауды да ұмытпаңыздар. Лимон мен апельсинді дәл осылай сыртындағы қабығымен бірге тураймыз, сондықтан да оны алдын ала жақсылап жуып алыңыздар. Міне дәл осылай лимон мен апельсинді жақсылап турап алдық. Ендігі кезекте барлық жемістерді біртіндеп мясорубкадан осылайша өткізе бастаймыз. Негізінде мясорубкадан өткізгенде тесігі үлкенімен де өткізсеңіздер болады. Менің жағдайымда ұсақ болғандықтан мен сонымен өткізе бердім. Үлкен тесігімен өткізсеңіздер де жақсы болады. Абрикостың пайдалы қасиеттері ол ұйқыны жақсартып, ұйқысыздықтан арылтады. Сонымен қатар абрикос барлық жүкті келіншектердің рационында болу керек. Ол ағзаға жетіспей тұрған барлық витаминдер мен минералдардың орнын толтырып, дені сау сәбидің дүниеге келуіне ықпал етеді. Ал апельсиннің құрамындағы антиоксиданттардың көптігі қартаю процесін тежей отырып, біздің тырнақтарымыздың, шашымыздың және теріміздің жағдайын жақсартады. Сонымен қатар оларды қоршаған ортаның жағымсыз әсерлерінен сақтайды. Ал лимон құрамы С витаминіне ең бай жеміс болып табылады. Сондықтан бұл тұмаумен күресуде және иммунитетімізді көтеріп, түрлі ауруларға төтеп беруге септігін тигізеді. Дәл осылай витаминге толы абрикос, апельсин және лимон үшеуін мясорубкадан өткізіп болғаннан кейін, оның үстіне 4 кг қантты қосамыз. Неге 4 кг? Себебі мен 2 порция жасадым. Мына жерде 4 кг менде абрикос, 6 апельсин және 2 лимон. Сондықтан бұған мен 4 кг қант қосып, жақсылап қанты ерігенше бұны араластырып, бір күнге қойып қоямыз. Егер сіздер бұны таңертең бастасаңыздар, таңертеңнен кешке дейін тұрса жеткілікті. Яғни арасында араластырып тұрып, кешке таман бұларды пластикалық ыдыстарға құйып, аузын жақсылап жауып, морозилкаға салып қоясыздар. Міндетті түрде ыдыстарға құймас алдын қанты толық ерігеніне көз жеткізіп барып құйыңыз. Міне дәл осы қайнатылмаған вареньяны қыс бойы шаймен ішіп шығатын болсаңыз, қыс бойына тұмаумен ауырмайтын боласыз. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоның астына лайк басып қойыңыздар.